Өткен 100 жылдықта мақтанышпен аталатын атом ғасыры мен ғарыш эрасын қазіргі таңда басқаша қалай атауға болады? Мүмкін робот ғасыры деп атауға болар. Роботтандыру күнделікті өмірде қарқынды дамып келеді. Мұны креатив робо жобаларының қатысушылары да шын мәнінде дәлелдеп отыр. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты, Қазақстандық білім беру және спорттық роботехника КАЗ Роботикс Федерациясы республикалық қоғамдық бірлестігі, Ақтөбе дарын өңірлік ғылыми тәжірибелік қосымша білім беру орталығы және Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының Ақтөбе облыстық ұйыммен бірге облыстық креативті робо жоба байқауын ұйымдастырды. Байқау орта қосымша білім беру мекемелері және кәсіптік техникалық білім беру ұйымдардың оқушылары мен студенттерінің бойында робот құрастыру және бағдарламалау білім беру үрдісінде геоақпараттық жүйелерді, сандық зертханаларды, виртуалды конструкцияларды пайдалануда ғылыми техникалық шығармашылық пен инженерлік қабілеттерінің деңгейлерін анықтау және жетістіктерін насихаттау мақсатында өткізілді. Байқауға оқушылар мен студенттердің өз шығармашылықтарынан туындаған айдағы космостық станция, катапульт, лабиринт, тағы да басқа да креативті робо жобалар ұсынылды. Байқаудың қатысушылары мен жетекшілеріне сертификаттар мен дипломдар табысталып, Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының Ақтөбе облыстық ұйымының атынан сыйлықтар табысталды. Қазылар алқасы барлық байқау қатысушыларын алдағы өткізілетін республикалық халықаралық байқауларда жеңіс тұғырынан көрінуге тілектерін білдірді.